Ассаламағалейкум қыздар. Кекс жасау жолдары өте көп. Мына бүгінгі мен сіздермен бөлісіп отырар рецептімде өте жақсы. Жасалу жолы өте оңай. Көп затты қажет етпейді. Қолдағы бар заттармен жасай беруге болады. Менімен бірге жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліңіздер. Сәлем қыздар, бүгін біз капкейки жасаймыз. Кекс деп атайды, не болмаса маффины. Оған бізге қажетті заттар: ұн керек, ұн 300 грамм, сары май 150 грамм, сүт 250 мл және 100 грамм қант, 2 жұмыртқа, шым-шым тұз және де разрыхлитель. Ол 5 грамм. Шамамен шай қасықпен 1 қасық болады. Қыздар, мына жерде қантымызды саламыз ең бірінші, және де 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызға қосып, миксермен араластырамыз. Және осы жерде негізі тұз салу қажет болды. Мен тұз салуды ұмытып кетіппін. Ренжімеңіздер, бірақ сіздер ұмытпаңыздар. Бірақ маған ешқандай зияны болған жоқ тұз салмағанның. Осы жерді дұрыстап араластырамыз. Қатты араластырудың қажет жоқ. Жаңа қантымыздың толық езілгенше және кішкене көпіргенше араластырсақ жетеді. Шетке қоя тұрамыз. Содан кейін бөлек ыдыста тұрған майымызды, сары майымызды миксермен жақсылап араластырып аламыз, кішкене ағарғанша. Одан кейін барып жаңағы біздің массамызға қосып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте біз ұнды саламыз. Мен сияқты мына жерде тез миксерлап жібермеңіздер, себебі шашырап кетеді. Мен асығыстау болдым. Ұнды кезекпен сразу бір бөлігін салып жібермейміз. 3-ке бөлеміз ғой. Және де ұнға разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Жартысын салып араластырамыз. Және де сүтті де солай істейміз. Сүттің барлығын құйып жібермейміз. 2 бөлікке, 3 бөлікке бөліп араластырсаңыздар болады. Міне қыздар, біздің кекске арналған массамыз дайын болды. Енді біз формочкаларға құямыз. Бұл жерде менде қағаз формочкалар, кез келген магазинда, яғни кондитерлік магазиндерде сатады. Астында тұрған форма гелевый, сол үшін подноскаға қойдым. Кішкене силиконовый ғой, резиновый. Көп қолданғандықтан кішкене шеттер сарғайып қалған. Сіздер оған мән бермеңіздер. Және де кексті құйған кезде көп құйып жібермеңіздер, себебі ол әлі көтеріледі. Ендігі көріп тұрғандарыңызда біздің
Кексіміз дайын. Мен 180 градуста қызып тұрған пешке салдым. Шамамен 40 минутта пісіп болды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мен каналыма жазылуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий, лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.